Армысыз, құрметті футбол жанкүйері. Қазақстан премьер-лигасының өте шешуші матчтары иек астында тұр. Ертеңнен бастап біз нақты чемпиондардың сұлбасы тұлғалана беретін шығар деген ойдамыз. Чемпиондардың дегеннің асын сызып отырғанымыз бекер емес, өйткені чемпиондықтан үміткер бір емес, бірнеше команда. Біздің чемпионатта осыншалықты қызық кезең, ширғысқан сәт қашан болып еді дегенді еске алу қиын, дегенмен бір емес 6 команданың чемпиондықтан үміткер болуы өте қызық. Сондықтан осыны өзімізше салмақтап, саралап, талдап көрейік. Кейінгі 20 жыл ішінде Қазақстан премьер-лигасының бірде-бір матчын қалдырмай көруге тырысып келемін. Әрине, комментатор ретінде Еуропаның танымал лигаларында қадағалап жүремін. Әсіресе осы демалыста болатын Реал Мадрид Барселона матчын көруге асығып жүрмін. Енді барлық негізгі матчтардың кинопоискте қолжетімді болатыны керемет. Мен ол жерден Ла Лиганы ғана емес, Еуропаның барлық топ чемпионаттарының ойындарын көремін. Кинопоиск плеері өте ыңғайлы әрі сенімді, әсіресе HD сапасы өте жоғары. Кез келген құрылғыдан картинкадағы картинка режимінде көруге болады. Сондай-ақ Яндекс Плюс жазылымын отбасы мүшелерімен және достармен бөлісу мүмкіндігі де бар. Барлығы 3 адам қосуға болады. Айтпақшы, Реал Мадрид Барселона кездесуін Яндекс Плюстен стандарт жазылымы бойынша қосымша ақысыз көруге болады. Сіз тікелей футбол трансляцияларына үнемі қол жеткіңіз келсе, тез арада Яндекс Плюс жазылымын рәсімдеңіз, сөйтіп 26 қазан күні 23:50-де матч көруге ден қойыңыз. Қалай ойлайсыздар, Ханси Фликтің Барселонасы сырт алаңда Реал Мадридті тізе бүктіре ала ма? Пікір қалдырыңыздар. Біз бастаймыз. Осы шолуға кіріспес бұрын Астана командасының сырт алаңда Англияның Шрюсбери қаласында Ньюсендке өткізген матчына бір тоқталып өтсек дейміз. Бұл матчқа Астана аралас құрамын жібергенін өздеріңіз білесіздер, бірақ негізгі құрамда жалпы шынайы негізгі құрамға үміткер ойыншылардың бәрі шықты. Бұл жерде биылғы маусымда Қазақстан чемпионатында бір ғана матч өткізген Тимур Досманбетовтің шыққанын бір шетін жағдай ретінде көруге болатын еді, бірақ Тимурдың қандай шебер ойыншы екенін білеміз. Сондықтан ешқандай да олқы сынғанымыз жоқ. Тек орталық қорғаушылар жұбын Абзал Бейсебеков пен Марат Быстров құрап отыр. Оң қапталда қалай айтсам, осылайша қорғаныс шебі түгелдей өзгеріске түсті десек болады. Рамазан Кәрімов, Станислав Басманов, Исламбек Қуат, Ыннамди Анону сияқты ойыншылар шынында да ойынға сусап жүргенін көрсетті. Егер шынында да ойынның алғашқы минуттарында Рамазан Кәрімовтің соққысы қақпа жақтауынан қайтпаса, бұл жолы кем дегенде бір ұпай олжалып қайтуға мүмкіндігі бар еді Астананың. Дегенмен де алаң иелері негізгі құрамын қоя берді. Ең бастысы, олардың соққан 2 голда былай логика кішкене қайшылау сияқты, матчтың барысына қайшылау сияқты болды. Былай айтқанда, Астана сырт алаңнан кем дегенде тең ұпай олжалап қайтуға мүмкіндігі бар еді. Сондықтан Григорий Бабаянның шәкірттері өздерінің негізгі құрам ойыншылары емес деп сезінген жоқ, өте жақсы ойнады. Сондықтан жалпы алдағы уақытта, мысалы 7 қарашада Пафоспен өтетін ойында да қатты үміттенуімізге болатынын аңғартты. Бірақ кестенің тығыздығы сонша, осы матчқа чартермен ұшты Астана командасы. Енді бұл команда 2 күннен кейін, нақтырақ айтқанда 27 қараша күні сырт алаңда Ақтөбемен ойын өткізеді. Сондықтан тіпті Григорий Бабаянның өзі дұрыстап демалып үлгермейтін шығар дейміз. Бірақ Марин Томасов, Чинеду, Камара сияқты, Чондрич сияқты, Аманович сияқты, Марычкин сияқты мықтылардың барлығы да Алматыда қалып демалды. Олар ол ойынның, яғни Ақтөбемен ойынның Алматының орталық стадионында өтетінен хабардарсыздар. Сондықтан жалпы негізгі көшбасшыларының бәрі де тынып алғаннан кейін бұл ойын өте қызықты болатын шығар деп сенеміз. Біздің де сөзді айналдырып әкеп сүйеніп отырғанымыз осы. Ендеше чемпиондыққа үміткер командалардың мүмкіндігін өзімізше бір саралап, талдап, шамалап көрейік. Шынында кімнің мүмкіндігі өте жоғары. Ең қызығы, күні кеше Тобыл сырт алаңда Тұранды 15-ші турдан кейінге қалдырылған матчында 2-0 есебімен жеңіп, чемпиондықтан мысқал болса да, бір 2% болса да үміті барын аңғартып өтті. Әрине Тобылдың бұған дейін ұпай жоғалтқанын білеміз, бірақ соңғы ойындарда Нұрбол Жұмасқалиевтің командасы өз қақпасына гол жібермей жақсы ойнай бастады. Мұның алдында бір тур бұрын Ордабасыны 1-0 есебімен жеңгенін білесіздер. Міне енді Қазақстан чемпионатының бас мергендерінің бірі Чесноков 10-шы голын соғып Тұранның қақпасына мергендер көшіндегі Жоау Паулуды қуып жетті. Демек Тобылды да санаттан сызып тастауға болмайды. Енді осы командалардың әрқайсысының мүмкіндігін жеке-жеке саралап көрейік. Қазір Қазақстан чемпионатында көш басында іркес-тіркес 6 команда келеді. Тобыл Тұранды жеңгеннен кейін 36 ұпаймен соларға жақындады. 37 ұпай бар. 3 команда бар. Ақтөбе, Елімай және Астана. Қайраттың 38 ұпайы бар, ал көш басындағы Ордабасыда 39 ұпай. Бірақ ескеретін нәрсе, әрқайсысының өткізген ойын саны әркелкі, яғни бірдей емес. Сондықтан әрқайсысының мүмкіндігін өзімізше шамалауға болады. Қалған командалар, мысалы
20 ойын өткізген Атыраудың 29 ұпайы бар. Яғни ол кейінге қалдырылған 2 матчты өткізсе 35 ұпаймен Тобылға жақындайды, бірақ ар жағындағы 2 матчта асып кетсе 42 ұпай жинайды. Сондықтан Атыраудың чемпиондыққа үміткерлігін тіпті қарастырмай қойсақ болады. Бірақ дегенмен үздік 6-лықта, үздік 5-лікте аяқтауға Атыраудың тамаша мүмкіндігі барында жоққа шығармаймыз. Қалған командалар туралы әңгіме басқа, өйткені олар мысалы Қызылжар болсын, Жетісу болсын, басқа Тұран болсын, басқа командалар, Қайсар болсын, бұлар былай айтқан кезде енді бар мәселені шешіп қойды. Жеңіс бар олардың ортасында. Ең жаманы Шахтер командасы түсіп қалды. Бұлар туралы әңгіме чемпиондық мәселесіне қатысты алғанда бұлар туралы әңгіме қозғаудың қажеті болмайды. Ендеше Тобылдан бастайық. Тобыл командасы қазірге дейін 22 ойын өткізді. 22 ойында бұл команданың 36 ұпайы барын айтып өттік. Қостанайлықтардың алда 2 ойыны бар. Яғни бұл 2 ойынды жеңсе де 2 қарашада Астанамен ойнайды және 9 қарашада Қайсармен сырт алаңда ойнайды. Астананы өз алаңында қабылдайды. Демек, Тобылдың Астананы өзі чемпион болмаған күннің өзінде Астананың аяғынан шалып кетуге мүмкіндігі өте жоғары. Яғни Тобыл мен Астананың кездесуі, былай айтқанда, жақсы дербилердің бірі, чемпиондыққа үміткерлердің дербилердің бірі. Оның үстіне Тобылдың чемпиондықтан бірде-бір үміткер Ордабасыны тізерлеткенін ескерсек, Астанаға да оңай болмайды. 2 қарашада өтетін ойын өте қиын болады. Сондықтан чемпионат аяқталар тұста чемпионаттан үміткерлердің осылай бір-бірімен кездесетіні өте қызықты. Өйткені аутсайдерлерден ұпай тартып алып, айтқанда басқадан шығанда бұзып кетуге еш команданың мүмкіндігі жоқ деуімізге болады. Сондықтан Тобыл алдағы Астанамен ойын өте жақсы дайындалса керек. Оның үстіне Тобыл 24-ші тур матчына қатыспайды. Демек, Астанаға еркін ерекше дайындалуға мүмкіндігі бар деген сөз. Ал ар жағындағы Қайсарды жеңуге, сырт алаңда жеңуге Тобылдың мүмкіндігі болады деп есептейміз. Демек, 36 ұпайға тағы 6 ұпайды қоссақ, Тобыл 42 ұпаймен, бұл айтқанда үздік 4-лікке немесе үздік 5-лікке ілінуге мүмкіндігі бар. Бірақ барлығын алдағы ойындар шешеді. Бұл Тобылдың мүмкіндігі. Одан кейін енді тағы бір үміткер Елімай. Елімайдың да 2 ойыны қалды. Неге Тобылдан кейін айтып отыр десеңіздер, Елімай өкінішке қарай соңғы ойында Астанадан 0-3 есебімен жеңіліп, өзінің мүмкіндігін өте қатты төмендетіп алды. Ол ойында Астананың бір бас жоғары болғанын бұған дейін шоуларда да айтқанбыз. Ендігі қалған 2 кездесу бар. Және 2 кездесу өте ауыр. 26 қазан күні 24-ші тур аясында Елімай Атыраумен кездеседі. Ал Атыраудың соңғы кездері әсіресе Қазақстан кубогының финалынан кейін ашуға мініп ойнап жүргенін жақсы білеміз. Өткенде сырт алаңда Қызылжардан жеңіліп қалғанына қарамастан бұл команда өте жақсы әсер қалдырған және ең бастысы нәтижелі футбол көрсете бастады. Сондықтан Атырау Елімай кездесу өте ауыр болуы мүмкін. Одан кейін 9 қарашаға дейін Елімай демалады және 9 қарашада Ордабасы Елімай кездесу өтеді. Бұл матчта өте тартысты болуға тиіс, өйткені Ордабасы былтырғы чемпионат атағын қорғаудан үміткер команданың бірі. Демек, бұл ойын жұрт күткен аса бір жоғары шиырылысқа толы матч болуы мүмкін. Оның үстіне өздеріңіз жақсы естігенде шығарсыздар. Семейдегі Пищевик стадионының орнына, яғни қараусыз қалған стадионның орнына 12 000 адам сиятын стадион салынатын болды. Кеше алғашқы капсуласына қаланды, құйылды. Осы жерде тіпті Еурокубок матчтарын еркін қабылдауға мүмкіндік беретін жақсы стадион бой көтереді деген және 2026 жылы бітеді деген нақты сөз бар. Өзіміздің отанымыздың BI Group дейтін отандық компания яғни салуға кірісіп кетті. Демек, қазақ еліне +1 тамаша стадион деп қуанатын күнде алыс емес шығар деп ойлаймыз. Мұндай жағдайда Елімайдың көтеріңкі көңілмен ойнайтыны күмәнсіз. Бірақ тағы да айтайық, қанша 2 ойынды жеңген күннің өзінде Елімайда 43 ұпай болуы мүмкін, ал 43 ұпай чемпиондыққа жол салмауы да өте мүмкін. Ақтөбені алып көрейік. Ақтөбе қазір өткен турда демалды, ұзақ уақыт демалды және ең бастысы Ақтөбе осы 26 қазанда өтетін Астана кездесуіне өте қатты дайындалды. Алматының орталық стадионында өтетін және естеріңізге салайық, Ақтөбе соңғы турда Қайратты тізерлетіп кетті және жеңіліп жатып жігерлі жеңіске жетті. Демек, бұл командада мінез жетеді. Ең бастысы команда соңғы кездері 2 орталық қорғаушымен ойнауға нақты маманданды. Мұндай жағдайда шабуылдаушы ойыншылар санының артатынын білесіздер. Және әсіресе екінші таймнан ойынға қосылатын Ыдыр Сумаевтың ойынды күрт күшейтіп жіберетінін және білесіздер. Сондықтан Астанаға оңай болмайды. Астананың бас бапкері Григорий Бабаян Уэльстен енді келеді. Тыныққан, өздерінше жаттыққан футболшылардың, негізгі құрам футболшыларын бұған дейін де пысықтаған шығар жаттығуларын, бірақ негізі енді осы матчқа жалпы Қазақстан чемпионатының бүкіл тағдыры тіреліп тұр деуімізге болады. Сондықтан Ақтөбе Алматының орталық стадионында аса сенімді, аса жақсы ойын өткізбесе, онда чемпиондықтан
үміттену қиындау. Сондықтан қайратпен ойнағандай шабытпен, зор құлшыныспен ойнайтын болса, кім біледі, Астананың да жолына кесе-көлденең тұрып қалатын шығар. Яғни чемпионаттағы бірден-бір маңызды матчтардың бірі осы. Ал одан кейінгі екі ойын өте жеңіл Ақтөбе үшін. Яғни бұл команда Шахтермен және Тұранмен ойнайды. Шахтермен сырт алаңда, Тұранмен өз алаңда ойнайды. Бұл ойындарда 6 ұпай алатыны күмән тудырмайды. Демек, Ақтөбенің қазір 37 ұпайы болса, 43 ұпайы екі аутсайдердің алды дегеннің өзінде, ар жағында Алматыда жақсы ойнайтын болса, 46 ұпай. Бұл 46 ұпай чемпиондыққа бірден-бір қол жеткізуге мүмкіндік беретін көрсеткіш болуы да ғажап емес. Сондықтан жалпы Астана Ақтөбе кездесуіне аса ерекше мән береміз. Енді Астананың мүмкіндігін саралайық. Астана командасының да еншісінде 4 матч бар және кесте өте тығыз. 7-ші қараша күні елордалықтар Пафоспен конференция лигасының 3-ші турында кездесетінді ұмытпайық. Яғни осы 9-шы қараша соңғы турға дейін Астана әлі де кемінде 5 матч өткізеді. Бұл дегеніңіз өте тығыз кесте. Сондықтан астаналықтар қаншалықты шыдас береді дегенді ескеруіміз керек. Осы 26 қазанда Алматыда Ақтөбені қабылдайтынын айттық. Ол матчтың зор мәнге екенін де айттық. Бірақ ең бастысы Астананың қазіргі көшбасшылары, 3 көшбасшысы, Чондриевпен қосқанда 4 деп айтайықшы. Осман Камара, Марин Томасов және Джеффри Чинеду, Назми Грипши 5 екен. Осы 5 ойыншы жалпы ойынның тағдырына тікелей әсер етеді. Осы 5 ойыншы жалпы қалай ойнаса Астана нәтижеге соншалықты жетеді. Сондықтан да Ақтөбе қорғаушыларына, жалпы Ақтөбенің барлық футболшыларына екі шоқып бір қарайтын ойыншылар осылар демізге болады. Әсіресе Марин Томасов соңғы кездері өте жинақы және нәтижелі ойнай бастады. Тіпті соңғы ойында 3-0 есебімен елімай тұтқанда бұл ойыншы өзі гол соғып қана қоймай паста таратты. Сондықтан оң қапталдан жартылай қорғаныстан келетін қауіптен өте абай болу керек Ақтөбе командасы. Одан кейін Астана Атыраумен ойнайды. Байқайсыздар ма? Атырау осы чемпиондықтан үміткерлердің бәрімен дерлік ойнап шығады. Демек, біреуінің аяғынан шалып, тіпті біреуінен таза 3 ұпай арқалап кетуі де мүмкін. Сондықтан Атырауға көп нәрсе байланысты. Бұл кездесу 30 қазанда өтеді. 17 турдың кейінге қалдырылған матчы Алматыда өтеді. Демек, Астана үшін де Атыраумен матч өте маңызды. Бірақ жалпы осы Атырау мен Астана арасындағы матчтарға қарасақ, яғни текке-теріске қарасақ, Астана үшін Атырау аса бір ыңғайсыз команда саналмайды. Кезінде тіпті Марин Томасовтың осы команданың қақпасына покер жасағанын да ұмытпаған шығарсыздар Астана аренада. Демек, Атырау Астана үшін ыңғайлы команда болуы мүмкін. Бірақ Жуковскийдің шәкірттері бұл чемпионатта жер түстесе де ешкімге берілмейтін мінезді команда екенін аңғартып келеді. Сондықтан жаңағы айтқанымыз тағы қайталаймыз. Атырау чемпионаттан үміткерлердің қайсы бірін аяқтан қатты шалуы да өте мүмкін. Арада 3 күн өткеннен кейін, Атыраумен матчтан кейін 3 күн өткеннен кейін Тобылмен кездесуге тура келеді. Бұл да Қостанайға сапарлайды, Алматыдан Қостанайға сапарлайды. Сондықтан Астана үшін аса ауыр матч болуы мүмкін. Тобыл қазір ат үстінде, жалпы бұған дейін қорғанысы көп селкеу болды дегенді айтқан едік. Бірақ соңғы кезде жинақталып болды. Оның үстіне Тобыл аренада ойнайды, яғни жабық кешенде ойнайды. Бұл кешенге Тобылдан басқа команданың тезірде бой үйретуі қиындау. Өйткені Жасан Төсеновтің өзі біраз тозып қалды дегенде әңгіме бар. Сондықтан Астанаға Тобылда, яғни Тобыл аренада өте қиын болуы ықтимал. Астананың графигі осындай қиын екенін айтуға болады. Соңғы турда, 9-ші турда Астана Жетісу кездесуі. Бұл ойында енді Жетісу соншалықты Астанаға бір қатты қайрат көрсете алады деген ойдан әрине қазірдің өзінде аулақпыз. Өйткені Жетісу чемпионатты жақсы бастағанмен орта тұстан ары қарай міне күні бүгінге дейін былай айтқанда ортан қол командалардың бірі болып келе жатыр. Сондықтан талдықорғандықтар соңғы турда Астанаға керемет қарсылас болады дегенге сені қиындау. Бірақ футболдың ерекшелігі де сол, күтпеген нәтижелер тіркеліп тұрады. Сондықтан Қайрат Нұрдәулеттің командасы мінез көрсетіп жатуы өте мүмкін ғой. Осы саралап өтейікші. Қазір ұпайды ең аз жоғалтқан команда Астана. Қазір бұл команданың 37 ұпайы бар десек, ары қарай осы 12 ұпайды қанжығалайтын болса, қалған 4 ойында онда 49 ұпаймен Астана күмәнсіз чемпион болады. Бұл енді бұрынғы чемпионаттармен салыстырғанда 49 ұпаймен чемпион болды деген аса төмен көрсеткіш болуы мүмкін. Бірақ биыл ойын санының аздығында ескеруіміз керек. Яғни командалар бар жоғы 24 матч өткізеді. Ал 49 ұпай басқа командалар үшін қол жетімсіз болуы да мүмкін. Яғни алыста қалуы мүмкін. Сондықтан жалпы чемпиондықтың 46-49 ұпай шегінде анықталатын осыдан-ақ байқауымызға болады. Қайрат, екінші орында келе жатқан Қайрат 38 ұпайы бар және Қайрат командасының да
3 ойыны қалды. Бірінші жетісу менен еді. Осы демалыстарда ертең Талдықорғанда ойнайды. Талдықорғанда Қайратқа қарсы жетісудің тәуір нәтиже көрсететін жалпы статистикадан, тарихтан білеміз. Ең бастысы бұл жерде Қайраттың жалға берілген ойыншылары ойнай ма, Егор Ткаченко ойнай ма, Қайратқа қарсы деген мәселенің де басы ашық. Бірақ Егор Ткаченконың соңғы ойындарда негізгі құрамға ілінбей жүргенін ескерсек, бұл аса үлкен бас қатыратын мәселе болмауы мүмкін. Соңғы турда жетісу негізгі қақпашысы Арсен Сиюкаев жарақат алып қалды. Оның да Қайратқа қарсы шығатын шықпайтын әлі белгісіз. Яғни осындай бір көшбасшының жоқ болуы Қайрат Нұрдәулет үшін бас ауыртатын мәселе болуы әбден ықтимал. Жалпы алғанда Қайрат бұл ойында әрине ұпай жоғалтпауға тырысады. Өйткені өзінің 70 жылдық мерейлі кезеңінде, мерейлі жылында Қайрат қандай да бір трофейге қол жеткізуге әлі де үміттеніп отыр. Өйткені Қазақстан кубогынан шығып қалды. Қазақстан Лига кубогының жартылай финалында жеңіске жол берді. Енді міне қалған бір үміт осы чемпиондық. Оған Қайрат Боранбаевтың жетекшілігіндегі команда қаншалықты лайық болады. Одан кейін Ордабасымен ойнайды. Қайрат бұл ойын ең басты 2 қарашада Алматыда орталық стадионда өтеді. Ордабасыны Алматыда Қайрат еңсере алатын тарихқа ие, ал бірақ барлығында ойын көрсетеді. Ең бастысы Кирилл Кекер өзінің бұрынғы командасына қарсы ойнайды. Шәкірттерін ерекше дайындықпен, ерекше жігермен шығаруды өте мүмкін. Сондықтан жаңағы сөз басындағы әңгімені қайталап айтамыз. Чемпиондықтан үміткерлердің осылай бір-бірімен кездесетіні өте қызықты. Атырау Қайрат соңғы турда, жаңағы Атырауға қатысты сөзімізді тағы да айтпақпыз. Атырау соңғы турда Қайратты өз алаңында қабылдайды. Жалпы осы футбол чемпионаттарының тарихына үңілсек, Қайраттың Атырауға аяқ шалынған кездері аз емес. 2015-18 жылдар аралығында осы чемпионаттан үміткер кезінде Қайрат Астанамен тікелей тіресіп, тістесіп жүрген кезінде бір емес 2 чемпионатта бір рет Атыраудан жеңіліп, бір рет тең ойнап, Қайраттың Астананы алға шығарып алғаны бар. Сондықтан соңғы турдағы Атырауда Мұнайшы стадионында өтетін кездесуге Қайрат соншалықты босаң баруға тиіс емес. Ең бастысы Қайратта қазір 38 ұпай бар десек, 9 ұпайды қоса алсақ, сонда 47 ұпайға дейін жинайды. Егер ықтимал ұпайларды ескерсек, демек жаңағы сөзіміз тағы да дәлелдене түседі. 46-49 ұпай аралығында Қазақстан чемпионы осы жолы анықталып қалуы мүмкін. Тіпті 45 ұпайдың да шешуші болуы аса мүмкін, бірақ жалпы барлығын ойын көрсетеді. Соңғы үміткеріміз Ордабасы. Ордабасы Кирилл Кекер келгелі соншалықты жарқын ойын көрсетіп жүрген жоқ. Қызылжарды сырт алаңда жеңді, бірақ одан кейін Тобылдан жеңіліп қалды сырт алаңда. Ендігі 3 кездесу Ордабасы жеңіспен ойнайды. Осы демалыстарда жеңісті еңсеруге тиіс, және тіпті ірі есеппен жеңуі де өте мүмкін, бірақ жеңістің сапындағы Адилио, Бруно Силва, Лукас Будинский сияқты ойыншылар чемпионатқа жақсы кірігіп кеткенін ескерді. Сондықтан жеңісте тырысып қалуы ықтимал. Бірақ Ордабасы қалай дегенде де 3 ұпай алуға тырысады. Одан кейін аса қиын график Қайратпен сырт алаңда және Елімаймен өз алаңында кездеседі. Жаңа айтқанымыз сол, Ордабасы Елімай кездесуі осы чемпионаттың ең бір шешуші кездесуі болуы ықтимал. Сондықтан да Кирилл Кекердің жігіттері алдағы 3 ойынға 3 ойыннан 9 ұпай алуға тас түйін дайын отыр десек артық айтқанымыз емес шығар. Мұндай жағдайда тағы да ойдағы сандарды іске қосып келіп жіберейік. Қазір Ордабасыда 39 ұпай бар десек, 48 ұпай болады. Мұндай жағдайда Ордабасы тағы да чемпиондыққа жол салуы мүмкін. Яғни қазір осыны сараптай келгенде, міне ықтимал ұпайлар алу жөнінен егер 12 ұпай түгел алатын болса, онда 49 ұпаймен Астана күмәнсіз чемпион болады. 9 ұпайды сенімді алатын болса, 48 ұпаймен Ордабасы да чемпион болады. Қайраттың ең жоғарғы алуы ықтимал ұпайы 47. Міне көрдіңіздер, үміткерлердің өзінің қазіргі мүмкіндігі осындай болып тұр. Бірақ бұл біздің әншейін жанкүйерлік есебіміз ғана екенін естеріңізге сақтағандарыңыз жөн. Өйткені міндетті түрде тең ойын болады, міндетті түрде Елімай Астана кездесуіндегі сияқты фавориттердің біреуі күмәнсіз жеңіске жетуі мүмкін. Міндетті түрде Тобыл сияқты командалар, Атырау сияқты командалар үміткерлердің бірінің аяғын шалуы ықтимал. Сондықтан да біздің жалпы ықтимал ұпайларды осылай санап отырғанымызды жанкүйерлер жақсы түсінеді деп ойлаймыз. Демек, алдағы 3 тур сізбен бізді жанкүйерлік түрлі сезімге бөлейтіні күмәнсіз. Ал ендігі бір мәселе, Қазақстан чемпионатының бас мергені кім болады? Қазір жаңа ғана айтып өттік, Ислам Чесноков Тұранның қақпасына тамаша гол соғып, 10
гол соқты, және бұл Венгер үшін өте тамаша нәтиже. Ең бастысы, өткен жылы Қазақстан чемпионатына тобылға келген кезде Чесноков 4 голмен шектелген болатын, биыл 2,5 есе соны көбейтіп отыр, және тағы да 1-2 гол соғуға мүмкіндігі бар. Демек, 11-12 гол соқса, Чесноков Қазақстан чемпионатының мергені атануы ықтимал. Бірақ оған Қайраттың бас мергені Жоу Паулу келісе ме? Жоу осы жолы хет-трик жасады, Тұранның қақпасына 10 голға жеткізді. Алдағы ойындарда, 3 ойында да нәтижелі ойнайтын болса, 12-13 голмен бас мерген атануы мүмкін. Сондықтан негізгі тартыс осы Жоу Паулу мен Ислам Чесноков арасында өтеді деп сенеміз. Өкінішке қарай, Ордабасының вингері Жасурбек Яқшыбаев өткен турда тобылмен ойында Чеховский төрешін итеремін деп бірден қызыл қағаз алды, алаңнан қуылды. Оны тіпті алдағы 3 ойында да мүлде айыптап тастау ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан Яқшыбаевты жалпы Қазақстан чемпионатының бас мергені атанды деу қиындау. Бұдан бөлек Сигневич бар, бұдан бөлек тағы бір декілі ойыншы бар. Тіпті Айбар Жақсылықовтың өзі соңғы турда 3 гол соғып 6 голға жеткізіп отыр, бірақ соңғы тағы қалған 2 ойында Қайсардың шабуылшысы кенеттен гол топырлатып соғып, оннан асырып тастайды деу қиындау. Демек, негізгі осы үміткерлер Чесноков пен Жоу Паулу болып тұр десек қиын, артық айтқанымыз емес. Ендеше біз күтетін қызықтар өте көп, құрметті көрермен. Демек, Қазақстан чемпионатының қалған әр матчына жанкүйерлік ықыласпен қарайсыздар деген үміттеміз, және ең бастысы әр турдан кейін сіздермен бірге осындай шоуларды да жалғастыруға дайынбыз. Аман сау болыңыздар.